Бүгінгі біздің дәрісіміздің тақырыбы мәтіннің композициялық сөйлеу формалары. Жоспар, суреттеу, әңгімелеу, ой-талқы. Мәтіннің баяндау қабатын түзетін әңгімелеу, суреттеу, ой-талқы тіл білімінде композициялық сөйлеу формалары деп те қолданылады. Композициялық сөйлеу формалары мәтін құрылымының негізін құрушы тұрақты элементтер. Ешбір мәтін композициялық сөйлеу формаларынсыз жасалмайды. Тіпті күнделікті ауызекі сөйлеу барысында да бұл сөйлеу формалары ойымызды жеткізуде үнемі қолданылады. Мысалы, ауа райының қандай екендігі туралы сөз қозғасақ, біз суреттеу арқылы баяндаймыз. Ал бүгінгі көрген, білген, өзіміз қатысқан оқиғалар жөнінде айтар болсақ, ойымыз әңгімелеу түрінде беріледі. Кейде бір нәрсеге қатысты өзіндік ой, қорытуларымызды да білдіріп отырамыз. Мұндайда хабар ой-талқы түрінде жеткізіледі. Суреттеу ғылыми және іскерлік сөйлеуге тән, көркем сөзде де жиі ұшырасады. Суреттеу статикалы, онда динамика жоқ. Суреттеудің негізгі функциясы ақиқаттың сәтін суретке түсіру, қарапайым атауының орнына заттың бейнесін беру. Ғылыми және іскерлік мәтіндерде суреттеу фактографикалы немесе фотографиялы болады. Көркем мәтінде суреттеу нышандары санамалы жолмен табиғат құбылысын, заттарды, адамның жағдайын суреттеуге арналған. Суреттейтін затына қарай күрделі фразалық тұтастық, пейзаждық және портреттік суреттеу болып бөлінеді. Пейзаждық суреттеуде өзен, орман, ауыл сияқты нақты сөздермен жанында, астында, алыста, жақында сияқты кеңістік мәніндегі сөздер жиі қолданылады. Портреттік суреттеуде адамның бойын, жасын, жалпы сырт бейнесін, жағдайын суреттейтін сөздер жиірек қолданылады. Суреттеудің формалды нышандары континуум мәнді сөздердің жол жиегінде, таң ата, кешқұрым қолданылуы, суреттелетін құбылыстың қашан болғанына байланысты өткен шақ, осы шақ, етістік баяндауыштардың көптігі, баяндауыштардың іс-қимылды емес, сын есімді болып келуі, затты, құбылысты, адамды суреттеу сөйлеу сөз стиліне де, мәтін типіне де қатысты. Суреттеу ғылыми, техникалық, ресми іскерлік сөйлеуде фотографикалы, бейнелі болады. Автордың суреттелетін затқа, құбылысқа субъективті қатысы көркем мәтіндерде концептуалдық, модальділік, астарлы мәтін түрінде байқалады. Келесі қарастыратын тақырыбымыз әңгімелеу. Әңгімелеу ең алдымен көркем және публицистикалық сөйлеуде, сондай-ақ тұрмыстық хабарлар мен әлдене жайлы әңгімелерге тән. Жалпы әңгімелеу баяндау мәтіні іс-әрекеттің басталуынан, шиеленісуінен, дамуынан, шарықтау шегінен, аяқталуынан, тарқатылуынан, қорытындысынан тұрады. Мәтінде оқиғаның даму сабақтастығы нақты, яғни өмірде болғанындай, не жасанды, яғни автор қолайлы санағандай. Мысалы, оқиғаның аяғынан не ортасынан басталуы мүмкін. Баяндаудың негізінде уақиға, сюжет жатады. Көркем мәтінде пайдаланылатын фабула мен сюжет ұғымдары ең алдымен әңгімелеу мәтіндеріне тиесілі. Фабула шығармада айтылатын оқиғалардың жиынтығы. Фабула кейіпкерлердің басынан өткен оқиғалардың қиялдағы тізбегі болса, сюжет соның қалай хабарлануы,
фабуланың мәтіндегі көрінісі. Мәтінде сюжет тікелей беріледі, а фабуланы оқырман сюжетте аталған элементтер бойынша қалпына келтіреді. Әңгімеде негізгі мағыналық жүктемені нәтижелі мәнді баяндауыш атқарады. Әңгімелеудің негізгі мәні іс-әрекеттің дамуын жеткізу. Әңгімелеуге түрлі уақыт көрсеткіштері мен оған бірінші кезекте жаздың басында, күзде сияқты уақытты білдіретін сөздермен қамтамасыз етілетін мезгілдік сабақтастық тән. Әңгімелеу таза күйінде де, аралас күйінде де ұшыра береді. Оның құрамына суреттеу де, ойталқы да жиі кіреді. Келесі қарастыратын сұрағымыз ойталқы. Ойталқы ең алдымен ғылыми сөйлеуге тән. Ойталқы 3 бөлікке бөлінеді: тезис, дәлелдеме, қорытынды. Ойталқыда ең алдымен сабақтас құрмалас сөйлемдер, біріншіден, екіншіден, үшіншіден, тағы басқа жалпы алғанда, тұтасынан алғанда, демек, осылайша, ең соңында, себебі, сондықтан, тағы басқа кіріспе модальды сөздер қолданылады. Мұндай ойталқыда баяндауыш әдетте ойталқы тақырыбының нышандарына тән тұрақтылықты білдіретін осы шақта болады. Алайда дәлелдемеде келер шақта болуы да мүмкін. Ойталқының үшінші бөлімі қорытындысы жоқ түрлері де кездеседі. Айтылған дәйектемемен мақұлданады. Қорытынды жасау оқырманның өзіне қалдырылады. Көркем шығармаларда ойталқы мағыналық жағынан да, құрылымдық ұйымдастырылуы жағынан да әрқилы болады. Оларда тезиссіз және қорытындысыз тек ойталқының өзі жиі кездеседі. Ойталқы таза күйінде басқа стильдерге қарағанда көркем әдебиет шығармаларында едәуір сирек кездеседі. Ойталқы элементтері суреттеу және әңгімелеуде жиірек ұшырасады. Ойталқының композициялық ұйымдастырылуы мәтіннің қандай стильге жататынына қатысты. Мысалы, ғылыми мәтіннің композициясы стандартты, кіріспенің, тақырыптың дамуының және қорытындының болуы міндетті. Ресми іскерлік мәтіннің композициялық тұрғыда клишелі мәтіндерге, яғни белгілі бір қатаң композициялық құрылымды мәтіндерге жатады. Публицистикалық мәтін тақырыптан, тақырып басталуынан, дамуынан және аяқталуынан тұрады. Тақырып пен аяқталуы бағалау және прагматикалық функцияны атқарады. Тақырып информатикалық, ал қорытынды логикалық функцияға ие. Ауыз екі сөйлеу мәтінінің шекаралары берілген нақты жағдаймен ғана этикетмен анықталып, айтушының мен желісімен байланысты. Көркем мәтінде композициялық блоктар өте айқын бөлінген. Тақырыптар, мәтінді мүшелеудің графикалық тәсілдері, жалпы композициялық блоктардың сипаты мен ара қатынасы эстетикалық міндет пен автордың психологиялық мақсатына бағындырылған. Ойталқы формасында кейіпкердің немесе автордың ішкі дүниесінің толғаныстарын, ой арпалысы, болмысқа көз қарасы, ойлау үдерісіне негізделген көріністер орын алады. Бұл күрделі фразалық тұтастыққа көбінесе риторикалық сөйлемдер, инверсия, синтаксистік параллель түзілімдер, сөйлемнің үзілмелілігі сияқты тілдік құрылымдар жатады.
әңгімелеу, суреттеу ой-талқының араласып кезектесіп отыруы, біреуінің мағыналық жағынан басым түсуі, мәтіннің өзіндік табиғатына, адамның таным арқылы қабылданған мәліметтер мен құбылыстарды түрліше бейнелеуіне және сөйлеу туындысын дүниеге әкелген автордың жеке қолтаңбасына тікелей байланысты.